Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарымен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың электролиттік диссоциация бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырманың А жағдайы. Төмендегі суретте көрсетілген процесті атаңыз. Бізде төменде көрсетілген процесс диссоциациялану процесі болып табылады. Б жағдайы. Жоғарыда ұсынылған заттың химиялық байланыс түріне сәйкес диссоциациялану механизмін түсіндіріңіз. Ең алдымен механизмін түсіндірсек, бізде калий хлориді диссоциацияланады калий катионына және хлор анионына. Сутек молекулаларының теріс полюстері калий катионы арқылы, ал оң полюстері хлор анионы арқылы тартылады. Екінші тапсырма. Ұсынылған қосылыстардың мүмкін болатын электролиттік диссоциациялану теңдеулерін жазыңыз. Бізге қосылыстар берілген, олардың қандай екенін жіктеп алайық. Ең бірінші қышқылдарға H3PO4, H2 силициум O3 жатады. Негіздерге кальций OH2, калий OH, феррум OH3 жатады. Орта тұзға алюминий 2SO4 жатады. Қышқылдық тұзға натрий HCO3 жатады. Енді мүмкін болатын электролиттік диссоциациялану теңдеулерін жазып шығамыз. Ең біріншісі H3PO4 диссоциацияланған кезде 3 сутек катионына және PO4 анионына ыдырайды. Келесі H2 силициум O3 бізде диссоциацияланбайды, себебі ол бізде тұнба болып келеді. Яғни бізде тұнбалар диссоциацияланбайды, өйткені олар ерімейді. Келесі бізде калий OH диссоциацияланған кезде калий катионына және гидроксид анионына ыдырайды. Бізде калий OH2 және феррум OH3 диссоциацияға ұшырамайды, себебі олар аз ериді. Мысалы, кальций OH2 бізде аз ериді, ал феррум OH3 бізде ерімейді, ол тұнба. Келесі алюминий 2SO4 диссоциацияланған кезде 2 алюминий катионына және 3 SO4 анионына ыдырайды. Келесі натрий HCO3 диссоциацияланған кезде натрий катионына және HCO3 анионына ыдырайды. Бізде бұл қышқылдық тұз 2 сатылы диссоциацияланады. Келесі HCO3 диссоциацияланған кезде сутек катионына және CO3 анионына ыдырайды. Үшінші тапсырма. Берілген заттардың ішінен реакция нәтижесінде тұнба, газ және су түзілетін реакцияны анықтай отырып, молекулалық иондық және қысқартылған теңдеулерін жазыңыз. Бізге натрий гидроксиді, азот қышқылы, темірдің 3 валентті хлориді және калий карбонаты берілген. Бірінші реагенттерге біз натрий OH пен феррум хлор 3-ті алдық. Сіздерге химиялық реакция теңдеуін, иондық теңдеуін және қысқартылған теңдеулерін жазып көрсеттім. Бірінші реакцияда бізде феррум OH3 деген тұнба шықты. Екінші реагенттер ретінде калий карбонаты мен азот қышқылын алдым. Бұның реакция нәтижесінде бізде газ бен су түзілді. Үшінші реакцияға біз реагенттер ретінде натрий гидроксидін және азот қышқылын алдық. Реакцияның нәтижесінде бізде су пайда болды. Сіздерге молекулалық, иондық және қысқартылған теңдеулерін жазып қойдым. Төртінші тапсырма. Берілген қысқартылған иондық теңдеуге сәйкес келетін молекулалық және толық иондық теңдеу құрыңыз. Бірінші бізде қысқартылған иондық теңдеуге сәйкес келетін молекулалық теңдеу бізде натрий 2 силициум O3 қосылған H2SO4 түзеді. Натрий 2SO4 қосылған H2 силициум O3. Сіздерге толық иондық теңдеуін жазып көрсеттім, және қысқартылған иондық теңдеуі берілгенде бар, жазып алсаңыздар болады. Келесі Б жағдайына келетін молекулалық теңдеу алюминий OH3 қосылған H хлор түзеді. Алюминий хлор 3 қосылған су. Реакцияны теңестіру үшін H хлордың алдына 3 қоямыз. Толық иондық теңдеуі алюминий катионы қосылған 3 гидроксид анионы қосылған 3 су катионы қосылған 3 хлор анионы түзеді. Алюминий катионын қосылған 3 хлор анионы және суды. Сіздерде
қысқартылған иондық теңдеуі бар. Келесі С жағдайында сәйкес келетін молекулалық теңдеу H хлор қосылған натрий OH түзеді натрий хлор қосылған су. Иондық теңдеуі сутек катионы қосылған хлор анионы қосылған натрий катионы, гидроксид анионы түзеді натрий катионын, хлор анионы және суды. Д жағдайына келетін молекулалық теңдеу натрий 2CO3 қосылған H хлор түзеді натрий хлор қосылған CO2 және су. Реакцияны теңестіру үшін H хлор мен натрий хлордың алдына 2 қоямыз. Иондық теңдеуі 2 натрий катионы қосылған CO3 анионы плюс 2 сутек катионы, 2 хлор анионы түзеді 2 натрий катионын, 2 хлор анионы және CO2 газы мен H2O-ны. 5-ші тапсырма. Төменгі сызбада тұздың гидролизі көрсетілген, оның құрамын болжаңыз. Қосылысты анықтаңыз. Бізде катион ретінде алюминий катионы, анион ретінде сульфат анионын жатқыза аламыз. Қосылыстың атауы және формуласы алюминий 2SO4-3, бұл алюминий сульфаты. Бізге енді гидролиздің молекул және иондық теңдеулерін жазу керек, оны қазір жазып көрсетемін. Осы тұздың ерітіндісінің ортасын анықтаңыз деген. Бізде сутек катионы пайда болады, яғни бізде бұл pH бізде 7-ден кішкентай, кем, сондықтан бұл бізде қышқылдық орта болып табылады. Алюминий сульфатының гидролиздену реакциясын жазып көрсетейін. Алюминий 2SO4-3 қосылған HOH түзеді алюминий OH3 қосылған H2SO4. Реакцияны теңестіру үшін HOH-тың алдына 6, алюминий OH3-тің алдына 2, H2SO4-тің алдына 3 қоямыз. Енді оның иондық теңдеулерін көрсетемін. Бізде алюминий сульфатының гидролиздеуінің өзі иондық теңдеулері бізде ол 3 сатыдан тұрады екен. Сіздерге кезек-кезек сатыларын жазып көрсеттім. Бірінші сатысындағы молекулалық теңдеуі алюминий 2SO4-3 қосылған HOH түзеді алюминий OH-SO4 қосылған H2SO4. Теңестіру үшін HOH-тың алдына және алюминий OH-SO4-тің алдына 2 қоямыз. Сіздерге иондық және қысқартылған теңдеуін жазып көрсеттім. Екінші сатысындағы молекулалық теңдеуі алюминий OH-SO4 қосылған HOH түзеді алюминий OH2SO4 қосылған H2SO4. Реакцияны теңестіру үшін алюминий OH-SO4-тің алдына және HOH-тың алдына 2 қоямыз. Сіздерге иондық теңдеуі мен қысқартылған иондық теңдеуін жазып көрсеттім. Үшінші сатысындағы молекулалық теңдеу алюминий OH2SO4 қосылған HOH түзеді алюминий OH3 қосылған H2SO4. Реакцияны теңестіру үшін HOH-тың алдына 2 және алюминий OH3-тің алдына 2 қоямыз. Сіздерге иондық теңдеуін және қысқартылған иондық теңдеуін жазып қойдым. Осы арқылы өздеріңізді тексерсеңіздер, дайындалсаңыздар болады. Осымен біздің БЖБ тапсырмалары аяқталды. Видео ұнаса, міндетті түрде достармен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Видеоны соңына дейін көргеніңе саған рахмет.